Қайырлы күн достар, қазір мен сіздерге көңілді сторис әрлеу сторисқа көрсетемін сіздерге. Яғни қараңыздар, мынау бір фотоны аламыз. Мысалы, бұл парк болуы мүмкін, парк деп жазып қойдық осылай, қойып қойдық осылай сөзді жазып, бірақ бұл көңілсіз болып тұр. Сондықтан кішкене көңіл күй сыйлаймыз сторисімізге, фотомызға. Енді қараңыздар, әртүрлі түспен жазуға болады. Мысалы, П-ны басқа түспен жаздық. Келесі А қызылмен. Келесі Р, мысалы, жасылмен жазайық. Келесі К көкпен. Әрпімізді кішірейтеміз. Жылжытамыз, мыналар сыймай жатыр. Енді әдемілеп қойып қоямыз бір-бірінің қасына. Қараңыздар, осылай көңілдірек, әдемірек болады. Енді тағы да бір түрін көрсетейін сіздерге, әріптерді қалай бояймыз. Яғни радужный немесе кемпір қосақ түсті, әртүрлі түсті. Енді парк деген сөзді жазамыз. Енді оның үстінен выделять етеміз, яғни барлығын бояймыз. Енді бір түсті үстін басасыздар, бір түстің үстін басасыздар. Мысалы, фиолетовыйдан бастайықшы. Фиолетовый. Енді фиолетовый боялған әріпті осылай алып тастаймыз. Енді қып-қызыл түске бояйық. Р-ны, А-ны оранжевыйға бояйық. Енді П-ны жап-жасыл түске бояйық. Қайда жап-жасыл түс? Осылай таңдап аласыздар. Түстің үстінен басып. Болды, Енді қараңыздар. Бұл радужный түс болып шықты. Жаңағы алдындағы қанық әдемі көзге түсіп тұратын болса, мынау кішкене спокойнылау, бірақ осы жердегі түстерге сәйкес келіп тұр. Міне осылай сіздер өздеріңіздің стористеріңізді әрлеулеріңізге болады.